Сіз білесіз бе, көбейту кестесін үйренудің тиімді жолдарының бірі ол жапондық таяқшалар арқылы көбейту әдісі. Қазір бұл әдіс қалай жүргізілетінін мен сіздерге түсіндірейін. Жай мысалдардың бірі бір таңбалы сандарды көбейту. Көбейту кестесіндегі 2 мен 3-дің көбейтіндісі 6-ға тең деген теңдікті алайық. Бірінші көбейткішіміз 2. Көлденеңінен 2 сызықсамыз. Екінші көбейткішіміз 3. Тігінен 3 сызықсамыз. Енді осылардың қиылысу нүктелерін санаймыз. 1, 2, 3. Екіншісі қатардағы 1, 2, 3. Яғни 3-ке 3-ті қосқанда 6 болады. Немесе мынау 3 сызықтың бойындағы 2 нүктелерді санаймыз. 2, 4, 6. Енді келесі мысал. 4 пен 8-дің көбейтіндісі 32-ге тең. Бірінші көбейткішіміз 4. 4 сызықсамыз. Екінші көбейткішіміз 8. 8 сызықсамыз. Енді қиылысу нүктелерін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни бір қатарда 8 нүкте бар. Екінші қатарда 8 нүкте, 8 пен 8-дің қосындысы 16. Үшінші қатарда 8, яғни 8-ді 3 рет қоссақ 24 екен. 8-ді 4 рет қоссақ 32 болады. Демек 4 қатарда 8 нүктеден барлығын қосқанда 32. Немесе әр 8 қатарда 4 нүкте орналасқан. Сонда 4-ті 8 рет қоссақ 32 шығатынын көрсетуге болады. Бұл әдісті 2 таңбалы сандарды көбейту кезінде де, 3 таңбалы сандарды көбейту кезінде де қолдануға болады.